Менің атым Малика. Биыл 38-ге толдым. Осы жасқа келгенше өмірімнің ең үлкен бақыты отбасым деп ойлап келдім. Алтынымда 2 қызым, 4 ұлым бар. Үлкенім 21-де, кенжем 5 жаста. Ал мен бар болғаны 16 жасында келін атанған қыз едім. Мектеп бітірген соң арманым мұғалім болу болатын. Бірақ тек тағдыр басқа жолды таңдады. Әкемнің «жақсы жігіт екен» деген сөзімен күйеуге шығып кеттім. Жолдасым менен 5 жас үлкен болатын. Университетті енді ғана бітіріп, жұмыс іздеп жүрген жас маман еді. Ақшамыз жоқ, тәжірибеміз жоқ, бірақ үмітіміз көп болатын. 17 жасында тұңғышымды дүниеге әкелдім. Баланы қолыма алғаш алған күні-ақ өзімнің енді бұрынғы Малика емес екенімді түсіндім. Мен енді анамын. Менің артында жыласа жұбататын, ашықса тамақ ішперетін, ауырса емдейтін бір кішкентай жан бар. Сол күннен бастап өзімді емес, балаларымды ойлай бастадым. Жолдасым таңнан кешке дейін жұмыс істейтін. Бір жұмыстан екінші жұмысқа ауысатын. Кейде түнгі ауысымға қалатын. Үйге келгенде шаршағаннан сөйлесуге де шамасы болмайтын. Ал мен үйде бала қарап отырсам да қол қусырып отырмадым. Көршілердің шалбарын қысқарттым, жастықтың тісін тіктім, перде тіктім, кейде ескі көрпелерді жаңартып беретінмін. Біреудің киімін жөндеп, біреудің пердесін қысқартып дегендей. Тапқан ақшам көп болмаса да, үйге ұн, май, сүт алып келуге жететін. Жолдасым әрдайым: «Малика, сен болмасаң мен бұлай көтеріле алмас едім», деп айтып отыратын. Сол сөзге мәз болып жүре беретінмін. Көп пәтер ауыстырдық. Балалы отбасына ешкім алғысы келмейді екен. Бір жерден екінші жерге көшкен сайын, әйтеуір бір күні өз үйіміз болады деп жұбататынбыз өзімізді. Енем мен қайнатам қолдан келгенше көмектесетін. Ауылдан ет, май, сүт, құрт, жұмыртқа жіберіп тұратын. Бірақ ешқашан біздің өмірімізге араласпайтын. Өз шаңырақтарыңды өздерің көтеріңдер, сонда ғана қадірін білесіңдер дейтін. 3-ші балам дүниеге келген жылы өміріміз өзгерді. Жолдасым қызметте өсіп, біз қала шетінен болса да 2 бөлмелі пәтерді ипотекаға алдық. Кілтті қолыма ұстаған күнім әлі есімде. Босағаны сүйіп жылап жібергенмін. Міне, енді ешкім бізді көшіңдер демейді деген ойдың өзі қандай бақыт еді. Содан бері жылдар зулап өтті. Тағы 3 баламыз дүниеге келді. Жолдасында жылдан жылға өсіп, өз кәсібін ашты. Бірнеше филиалы бар үлкен компанияға айналды. Мен әлі үйде едім. Балалар, үй, тігін. Осы 3-еуі менің өмірім болды. Кейде құрбыларым: «Жұмысқа шықпайсың ба?» дейтін. Мен күліп: «Менің жұмысым осы үй ғой» дейтінмін. Өйткені мен жолдасыма сенетінмін. 100%. Ол ішімдік ішпейді, темекі тартпайды, үйге кешікпейді. Балаларын жақсы көреді. Маған дауыс көтеріп сөйлеген емес. Сондықтан өмірімде бір ретте мүмкін басқа елі бар шығар деген ой келмеген. Бірақ кеше менің бүкіл өмірім тас-талқан болды. Таңертең тігінге керек заттарды алу үшін дүкенге шықтым. Жұмысымды бітіріп келе жатқанда мектептегі сыныптасымды кездестіріп қалдым. Бір-бірімізді көптен көрмеген екенбіз. Жақын жердегі кафеге кіріп, шай ішейік деп келістік. Екеуміз өткен-кеткенді айтып күліп отырмыз. Бір кезде көзім терезеден сыртқа түсті. Сол сәтте жүрегім бір соғып, тоқтап қалғандай болды. Көшеде, дәл біздің кафенің алдында, жолдасым кетіп бара жатты. Қолында 8-9 жасар кішкентай қыз. Қасында 30-дар шамасындағы әдемі әйел. Алғашында күліп жібердім. Қандай ұқсайды деп ойладым. Өйткені бұл мүмкін емес еді. Жолдасым дәл осы уақытта Астанада болуы керек. Жаңа филиалдың құжаттарын рәсімдеп жүрген. Осыдан 3 сағат бұрын ғана бейне қоңыраумен сөйлескенбіз. Тіпті кеңседе отырғанын да көрсеткен. Сондықтан өз көзіме өзім сенбедім. Бірақ әлгі әйел жолдасыма жаңа алған киімдерін көрсетіп, мәз болып күліп тұрды. Кішкентай қыз әкесінің мойнынан құшақтап алған. Ал ол қыздың маңдайынан сүйді.
дәл менің балаларымды сүйгендей. Құрбым маған қарап, «Не болды?» деді. Мен еріксіз күліп, «Ана кісіні қараш, менің күйеуімнен аумайды екен», дедім. Құрбым терезеге қарап, «Ол өз емес пе?» «Жоқ, ол Астанада. Қоңырау шалшы». Қолым дірілдеп кетті. Не үшін қоңырау шаламын? Дегенмен телефонды алдым. Көзім әлгі еркекте. Қоңырау кетті. Ол қалтасынан телефонын шығарып қарады. Сол сәтте жүрегім тарс ете қалды. Қасындағы қызды әлгі әйелдің қолына ұстатып, 5-6 қадам шетке шықты. Телефонды көтерді. «Ау жаным, айта ғой, мен жиналыстамын. Маңызды нәрсе болды ма, ботам?» Сол дауыс, сол сөз, сол баяғы жұмсақ үн. Бірақ мен, «Алло, естілмейді», дедім де, қоңырауды өшіріп тастадым. Денем мұздап кетті. Жоқ, бұл сәйкестік шығар. Өзімді жұбатқым келді, бірақ көңілім сенбеді. 1 минуттан кейін қайта қоңырау шалдым. Бұл жолда көзімді одан алмадым. Ол тағы да телефонды көтеріп, тағы да шетке кетті. «Ау жаным, енді естіліп тұр ма?» Мен тағы үнсіз өшіріп тастадым. Қолым қалтырап барады. Құрбым маған ұзақ қарап отырды. Сосын баяу ғана, «Малика, сен оны ешқашан күдіктенбеп пе едің?» Мен басымды шайқадым. «Ешқашан». «Онда қазір барма, өтінемін. Қаланың ортасында айқай шығарма. Ол оған тұрмайды. Алдымен бәрін анықтап ал». Құрбым байқатпай телефонмен бірнеше сурет түсіріп алды. Сосын мені таксиге отырғызып жіберді. Жол бойы мен бір ғана нәрсені ойладым. Мүмкін, мен қателескен шығармын. Сол ойға жабысып алғым келді. Үйге келген соң, балаларымды ата-әжесіне қонуға жібердім. Сосын жолдасыма хабарластым. «Бүгін міндетті түрде үйге ертерек келші, маңызды әңгіме бар». Даусындағы өзгерісті байқады ма бірден? «Жақсы жаным, бірінші рейспен ұшып шығамын», деді. 2 сағаттан кейін есік ашылды. Ол үйге әдеттердей күлімдеп кірді. «Қалайсыңдар жаным? Қошақандарым қайда?» «Малика, сен маңызды дедің ғой, бәрін тастап бірінші рейспен келдім». Оның әр сөзі менің жанымды тіліп өтті. Мен үндемей телефонды қолыма алдым. Алғашқы суретті көрсеттім. Ол қабағын түйіп қарады. «Бұл кім?» Екінші суретті аштым. Бұл жолы жүзі анық көрініп тұр. Ол үнсіз қалды. Бірнеше секунд, сосын еріксіз күліп жіберді. «Әй, қызғаншақсың ғой. Бұл менің әріптесінің әйелі мен қызы. Соған көмектесіп?» Ол мені құшақтағысы келді. Мен бар күшіммен бетінен тартып жібердім. Үйдің іші жым-жырт болып қалды. Өмірімде бірінші рет оған қол көтергенім сол еді. Мен оның көзіне тіке қарап, «Қашаннан бері?» дедім. Ол бір стақан суды алып, үнсіз ішті. Сосын орындыққа отырып төмен қарады. Мен жүрегімнің дүрсілін ғана естіп тұрдым. Ақыры ол басын көтерді. Даусы тым жай шықты. «Бүгін 9-шы жыл». Мен үнсіз қалдым. «Жасмин, біздің қызымыз, биыл 8-ге толады». Сол сәтте мен жыламадым, айқайламадым. Өйткені адам жүрегі бір сәтте түгел қатып қалатын кез болады екен. Мен тек бір ғана сұрақ қойдым. Неге? Ол ауыр күрсінді. Оның көзінде өмірге деген құштарлық болды. Мінезі болды. Маған басқаша әсер етті. Кейін аяғы ауыр болып қалды. Содан кейін ешқайсынан бас тарта алмадым. Ал менше? Ол үндемеді. Дәл сол кезде есіктің қоңырауы соғылды. Есікті ашсам, енем екен. Ол үйге кіріп екеумізге кезек қарап шықты. Сосын терең күрсініп, біліп қойған екенсің ғой», деді. Есіктің алдында енем тұр екен. Қолында балалардың кішкентай сөмкесі бар. Демек, немерелерін әкелген емес. Мен үшін келгені анық еді. Ол үйге асықпай кірді. Аяқ киімін шешіп жатып, маған бір, ұлына бір қарады. Үй ішіндегі ауыр тыныштықтың бәрін бірден сезгендей болды. «Балаларды ауылға алып кеттім», деді жай ғана. «Аналарың шаршап тұр екен.
Бүгін бізде қонасыңдар, дедім. Мен үнсіз тұрдым. Жолдасында ештеңе демеді. Енем керең күрсінді. Біліп қойған екенсің ғой. Осы 4 сөз менің жүрегімді күйеуімнің сатқындығынан да қатты ауыртты. Мен баяу ғана: «Сіз білгенсіз бе?» деп сұрадым. Ол көзін тайдырды. «Иә». «Қанша жылдан бері?» Басым айналып кеткендей болды. Қабырғаға сүйеніп әрең тұрдым. 9 жыл бойы ма? Иә. 9 жыл бойы мені күнде көрдіңіз. Балаларымды құшақтадыңыз. Дастарханынан шай іштіңіз. Бірақ бір ретте айтпадыңыз. Енемнің көзіне жас келді. Қызым. Жоқ, мені қызым демеңіз. Даусым үйдің ішін жаңғыртып жіберді. Егер мен сізге қыз болғанымда, бұлай жасамас едіңіз. Енем үнсіз жылады. Ау жолдасым орнынан тұрып, анашымның еш кінәсі жоқ. Өзім айтпауын өтіндім. Үндеме, мен оған бұрылдым. Сенің сөзімді 9 жыл тыңдадым, енді тыңдамаймын. Ол қайтадан үнсіз қалды. Енем орындыққа жайлап отырып, мен алғаш естігенде өзім де қарсы болдым. Ұрыстым. Ажырас, тоқтат дедім. Бірақ ол кезде әлгі әйел жүкті еді. Сонда жүкті болса болды ма? Мен кіммін сонда? Малика. Мен де оның заңды әйелімін. Мен де оның балаларының анасымын. Енем көз жасын сүртті. Білемін. Жоқ, білмейсіз. Менің ішімде 22 жыл бойы жиналмаған ашу бір күнде атылып шыққандай болды. Сіздер бәріңіз мені ақымақ қылып қойғансыздар. Жоқ, қызым. 9 жыл бойы мен күйеуімді іс-сапарда жүр деп шығарып салыппын. Балаларыма әкелерің біз үшін еңбек етіп жүр деп айтыппын. Ал ол... Сөзімді аяқтай алмадым. Тамағыма өксік тығылып қалды. Енем орнынан тұрып жаныма келді. Мен бір қадам кейін шеліндім. Маған тиіспеңіз. Ол қолын төмен түсірді. Мен әлгі әйелді ешқашан келінім деп қабылдаған емеспін. Бірақ үндемедіңіз. Өйткені сендердің шаңырақтарың бұзылмасын дедім. Мен күліп жібердім. Бірақ ол күлкі емес еді. Ащы күлкі болатын. Шаңырақ баяғыда бұзылған екен. Тек оны мен ғана білмеппін. Үй тағы үнсіздікке батты. Бір кезде мен түйеуіме бұрылдым. Ол кім? Ол түсінген жоқ. Әлгі әйел. Айдана. Жасы? 33-те. Демет менен 5 жас кіші. Қайдан таныстыңдар? Компанияға жұмысқа келген. Демет, сенің қарамағыңда жұмыс істеген бе? Иә. Ал ол сенің үйленгеніңді білді ме? Білді. Балаларым барынше? Иә. Мен көзімді жұмдым. Сонда бәрін біле тұра? Басында ештеңе болған жоқ. Кейін жақын араластық. Кейін төсегіне барды. Ол үндемеді. Үндемеуі мойындаған еді. Қыздарым дүниеге келгенде қайда болдың? Ауруханада. Менің аяғым қалтырап кетті. Сонда... Сол күні саған жиналыстамын деп өтірік айтқансың ба? Ол басын изеді. Ал біздің кенжем дүниеге келгенде ше? Тағы үнсіздік. Мен әр сөзімді зорға айтып тұрдым. Екі әйеліңнің арасында жүрдім бе? Иә. Жүрегім тағы бір рет сынғандай болды. Енем бетін басып жылап отыр. Ал менің көзімнен бір тамшы жас шықпайды. Адам қатты ауырғанда жылай алмай қалады екен. Бір кезде мен сұрадым. Балаларың бір-бірін біле ме? Жоқ. Ал әлгі әйелше? Ол бәрін біледі. Демек, мен ғана білмегенмін. Ол тағы басын төмен салды. Мен шкафты ашып, чемоданымды шығардым. Киімдерімді жинай бастадым. Жолдасым орнынан атып тұрды. Не істеп жатырсың? Кетемін. Жоқ. Неге? Бұл үй сенің үйің. Бұл үй ме? Мен айналаға қарадым. Мен бұл үйді өз үйім деп ойлап жүрдім. Сөйтсем мен жалғыз үйдің емес. Жарты еркектің әйелі болыппын. Ол чемоданды қолынан тартып алды. Жібермеймін. Сол сәтте енем қатты дауыспен
Болды. Екеуміз де оған қарадық. Чемоданды қой. Мен үнсіз тұрдым. Енем маған жақындады. Қызым, бұл үйден сен кетпейсің. Неге? Себебі сен ештеңе білдірген жоқсың. Бірақ мен бұл үйде қала алмаймын. Жоқ. Ол алғаш рет ұлына қатты қарады. Кететін адам сенсің. Жолдасым аң-таң болып қалды. Анашым, үндеме. Мен өмірімде алғаш рет енемнің ұлына осылай сөйлегенін көрдім. 9 жыл бойы үндемедім. Соған бүгінге дейін өкінемін. Анашым, екінші әйел алған күні осы үйден кетуің керек еді. Бірақ балалар үшін шыдадым. Мен таңырқап тұрдым. Енем сөзін жалғастырды. Бірақ бүгін таңдауды мен жасаймын. Ол ұлының көзіне тіке қарап, осы үйден қазір шығасың. Ал ана отбасымен қайда баратыныңды өзім шеш. Жолдасым орнынан қозғалмай отырды. Ол мұндайды күтпегені анық еді. Бірақ дәл сол сәтте оның телефоны шырылдап қоя берді. Экранда жазылған есімді бәріміз анық көрдік. Айдана. Телефон тағы шырылдады. Жолдасым телефонға, мен оған қарап қатып қалдық. Сол сәтте енем телефонды қолына алып, экранға бір қарады да, «Көтер. Бүгін шындықтың бәрі ашылатын күн болсын» деді. Телефон тағы да шырылдады. Экранда бір ғана есім. Айдана. Жүрегім тағы бір рет шым ете қалды. 9 жыл бойы мен көрмеген, бірақ менің өмірімнің дәл ортасында жүрген әйел. Күйеуім телефонға қарап отыр. Көтеруге де қорқады, өшіруге де батпайды. Енем ашулы үнмен. «Көтер, бүгін өтірік айтатын күнің емес». Ол ақырын ғана телефонды қабылдады. «Алло?» Арғы жақтан әйелдің көңілді дауысы естілді. «Қайдасың? Жасмин сені күтіп отыр. Әкем қашан келеді деп мазамды алып болды. Тамақ та ішпеймін» дейді. Үйдің іші тып-тыныш. Әйел ештеңеден хабарсыз сөйлеп жатыр. «Сен ойыншық әкелемін дегенсің ғой. Қызымыз содан бері терезеден көз алмай отыр». Мен көзімді жұмып жібердім. Қызымыз. Ол сөз менің жүрегімді тілгілеп өтті. Күйеуім үндемеді. «Естіп тұрсың ба? Неге үндемейсің?» Осы кезде енем телефонды оның қолына жұлып алды. «Айдана, бұл менмін». Арғы жақ үнсіз қалды. «Апа?» «Иә». «Не болып қалды?» «Бәрі белгілі болды». Телефонның ар жағында бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын әлсіз дауыс шықты. «Малика білді ме?» «Иә». Тағы үнсіздік. Бір кезде әйелдің күрсінгені естілді. «Ерте ме, кеш пе, бір күні білетін сезгенмін». Мен телефонға қадалып тұрмын. Ішімде ашу бар. Бірақ сол әйелдің даусынан да қорқыныш сезіліп тұр. Енем сабырмен. «Бізге кел». «Қазір ме?» «Иә, қазір». «Жарайды». Қоңырау үзілді. Үй ішін тағы ауыр тыныштық басты. Мен енеме қарап, «Не үшін шақырдыңыз?» Өйткені енді ештеңе жасырын қалмауы керек. Мен диванға барып отырдым. Денем қалтырап тұр. Күйеуім маған жақындағысы келді. «Малика, жақындама». Ол тоқтады. «Мен саған бәрін түсіндіремін». Мен күліп жібердім. «Нені түсіндіресің?» 9 жылды ма? Мен әлде 2 өмір сүргеніңді ме? Ол жауап бере алмады. Бір сағатта ешкім сөйлемеді. Әркім өз ойымен отырды. Сырттан көлік тоқтаған дыбыс естілді. Есік қоңырауы соғылды. Күйеуім орнынан тұрмақ болды. Енем. Орнында отыр. Өзі барып есікті ашты. Босағадан орта бойлы, қарапайым киінген әйел кірді. Қасында шамамен 8 жасар қыз. Қыздың көздері дәл менің кенже ұлыма ұқсайды. Мен еріксіз демімді ішіме тартып қалдым. Қыз жымиып, «Әке», деп ішке кірмек болғанда, үйдің ішіндегі ауыр атмосфераны сезіп тоқтап қалды. Айдана қызының иығына қолын қойып, «Жасмин, дәлізде күте тұршы, жарай ма?» Қыз үндемей басын изеді. Енем оны сырттағы бөлмеге кіргізді. Айдана бізге қарады. Оның көзі қызарып кеткен.
жылап келгені көрініп тұр. Бірақ мен оны аяй алмадым. 22 жылдық өмірім көз алдынан өтіп жатты. Ол ақырын ғана «Сәлеметсіз бе?» деді. Мен үнсіз қалдым. Ол орындыққа отырмады. Тік тұрған күйі сөз бастады. Мен сізден кешірім сұрауға лайық емеспін. Мен алғаш рет тіл қаттым. Дұрыс айтасыз. Ол басын төмен түсірді. Бірақ бір нәрсені айтқым келеді. Айтыңыз. Мен оның үйленгенін бірінші күннен білдім. Демек, әдейі жасадыңыз? Жоқ. Онда не? Айдананың көзінен жас домалап кетті. Басында кетіп қалмақ болдым. Неге кетпедіңіз? Өйткені ол күйеуіме бір қарап алды. Мен жүкті болып қалдым. Мен суық күлдім. Қызық екен. Сол кезде ол баланы әкесіз қалдырмаймын деді. Ал менің 6 балам ше? Айдана үнсіз қалды. Оларды әкесіз қалдыруға болатын ба? Ешкім жауап бермеді. Мен жалғастырдым. Сендер 9 жыл бойы бақытты өмір сүрдіңдер ме? Айдана басын шайқады. Жоқ. Сенбеймін. Шынымен. Неге? Ол ауыр күрсінді. Өйткені мен ешқашан бірінші орында болған емеспін. Мен таңырқап қалдым. Әр мерекеде, әр туған күнде, әр жаңа жылда ол сіздердің үйлеріңізде болатын. Жасмин кішкентай кезінде «Әкем неге бізбен тұрмайды?» деп көп жылайтын. Мен оған үнемі «Әкеңнің жұмысы көп» деп өтірік айтатынмын. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Кейін қызыңыздың, ұлдарыңыздың суреттерін көрген сайын ар жағын айта алмай жылады. Мен өзімді жек көретінмін. Бірақ кетпедіңіз. Кетуге тырыстым. Сонда ол жібермеді. Мен күйеуіме қарадым. Ол үнсіз отыр. Бір сәтте есік жақтан кішкентай дауыс естілді. Мама! Бәріміз бұрылдық. Жасмин есіктің алдында тұр екен. Ол аң-таң болып бізге қарады. Сосын әкесіне қарап жүгіріп келді. Әке, неге жылап отырсыңдар? Күйеуім қызын құшақтап алды. Ал дәл сол сәтте сыртқы есік тағы қоңырау шалды. Енем барып ашты. Есіктен ішке менің үлкен ұлым кіріп келді. Ол бүгін ауылда болуы керек еді. Бірақ бір нәрсені сезгендей қайта оралыпты. Үйдің ішіне көз жүгіртіп шықты. Бейтаныс әйел. Бейтаныс қыз. Әкесінің құшағындағы бала. Сосын жай ғана. Әке, бұл менің қарындасым ба? Деді. Үйдің іші өлі тыныштыққа батып кетті. Үлкен ұлымның «Әке, бұл менің қарындасым ба?» деген сұрағынан кейін үйдің ішін үнсіздік басты. Ешкімнің жауап беруге батылы жетпеді. Жасмин болса ештеңені түсінбей, әкесінің қолынан ұстап тұр. Мен үлкен ұлыма қарадым. Оның жүзінен ашу емес, күйзеліс көрінді. 21 жастағы азамат болғанымен, дәл сол сәтте ол қайтадан кішкентай балаға айналғандай еді. Әкесінен «Жоқ, бәрі түсініспеушілік» деген сөз күтті. Бірақ ол сөз айтылмады. Күйеуім басын төмен түсірді. Сол үнсіздік бәрін айтып тұрды. Ұлым маған қарады. Анашым, рас па? Мен ернімді тістедім. Өтірік айтқым келді. Бірақ осы үйде өтірік тым көп айтылып кеткен еді. Я, балам. Ол көзін жұмып терең дем алды. Бірнеше секундтан кейін ғана әкесіне бұрылды. Неге? Күйеуім жауап іздегендей бізге кезек қарап шықты. Балам. Жоқ, әке, бір ғана сұрақ. Неге? Қателестім. Ұлым ащы жымиып жіберді. Қателік бір рет болады. 9 жыл қателесу болмайды. Бұл сөзден кейін күйеуімнің иығы түсіп кетті. Ең алғаш рет оны шарасыз күйде көрдім. Бірақ сол сәтте менің оны аяйтын шамам жоқ еді. Айдана орнынан тұрды. Мен кетейін. Енем басын изеді. Я, қазір дұрыс шешім сол. Айдана маған жақындап келді. Малика? Мен оған қарадым.
Мен сізден кешірім күтпеймін. Дұрыс. Бірақ қызымды жек көрмеңізші. Мен бір сәт ойланып қалдым. Сосын жай ғана. Менің саған деген ренішім бар. Білемін. Бірақ баланың еш кінәсі жоқ. Айдананың көзінен жас ағып кетті. Ол ештеңе деместен қызының қолынан ұстап, үйден шығып кетті. Есік жабылғанда үйдің іші бұрынғыдан да бос қалғандай сезілді. Сол түні ешкім тамақ ішкен жоқ. Балалар ата-әжесінің үйінде қалды. Үлкен ұлым ғана біздің жанымызда болды. Ол әкесіне бір ретте қараған жоқ. Түн ортасы ауғанда ғана орнынан тұрып, «Мен бүгін сізді әке деп атай алмаймын», деді де бөлмесіне кіріп кетті. Күйеуім үнсіз отырып қалды. Таң ата бере мен шкафтан үлкен чемоданды алып шықтым. Күйеуім орнынан атып тұрды. «Малика, мен ештеңе демедім». Ол чемоданға қарап, «Кетпекшісің бе?» Мен чемоданды аштым. Бірақ ішіне өздер киімімді емес, оның киімдерін сала бастадым. Ол аңтаң болып қарап тұр. «Не істеп жатырсың?» Мен алғаш рет оған өте сабырлы үнмен жауап бердім. «Сен кетесің?» «Жоқ». «Иә. Бұл менің үйім». Мен оған тіке қарадым. «Жоқ». Ол таңырқап қалды. Бұл үйді алған кезде мен де тігін тігіп ақша таптым. Осы үйдің әр қабырғасында менің де еңбегім бар. Осы ас үйде 6 баламды өсірдім. Осы үй үшін қанша түн ұйықтамадым. Мен чемоданның сырмасын жаптым. Сондықтан бұл үйден мен кетпеймін. Енем үнсіз ғана басын изеді. «Дұрыс айтасың, қызым». Күйеуім орындыққа отырып қалды. «Мен қайда барамын?» Бұл сұраққа бірінші болып мен жауап бердім. «Соңғы 9 жыл бойы қайда барып жүрдім?» «Бүгін де сонда барасың». Үйдің іші тағы үнсіз қалды. Ол ештеңе айта алмады. Бір сағаттан кейін чемоданын көтеріп, есікке қарай беттеді. Табалдырықтан шығарда артына бұрылды. «Малика». Мен жауап бермедім. «Кешір». Мен тағы үнсіз қалдым. Есік жабылды. 22 жыл бойы күн сайын жұмыстан келген адамның сол күні алғаш рет бұл үйден кетіп бара жатқанын көрдім. Қызығы, мен жыламадым. Алғашқы күндер өте ауыр өтті. Таңертең дастарханға 6 емес 5 кесе қоюдың өзі жүректі ауыртатын. Кеште балалар, «Әкем қашан келеді?» деп сұрайтын. Мен ешқашан «Әкелерің жаман адам» демедім. Тек «Әкелерің әзірге басқа жерде тұрады» дейтінмін. Үлкен балалар бәрін түсінді, кішілері түсінбеді. Бірақ олар да үйдегі өзгерісті сезетін. Бір күні айнаға ұзақ қарадым. Шашымның арасына ақ түскен. Бетінде бұрын байқамаған әжімгер бар. Сол сәтте өзіме бір сұрақ қойдым. Соңғы рет өзім үшін қашан өмір сүрдім? Жауабын таба алмадым. 16 жасынан бері біреудің жары, біреудің анасы, біреудің келіні болып өмір сүріппін. Ал Малика деген әйелім өзі қайда қалды? Сол күні түстен кейін шаң басып тұрған тігін машинамның бетін аштым. Қолыммен ақырын сипадым. Бұл машинамен қанша жыл бұрын алғашқы ақшамды тапқан едім. Бір кезде телефон соғылды. Экранда бұрынғы тұрақты клиентінің аты шықты. «Малика, сәлем. Сен әлі тігін тігесің бе? Бірнеше көйлекке тапсырыс берейін деп едім». Мен сәл жымиып, «Иә, тігемін». Телефонды қойған соң, ұзақ уақыттан бері алғаш рет кішкентай болса да бір үміт пайда болды. Сол күні кешке өзіме өзім сыбырлап айттым. Мені ешкім қайта тұрғызбайды. Өзімді өзім тұрғызуым керек. Сол сәтте мен әлі білмедім. Бір жылдан кейін дәл осы кішкентай тігін машинасы менің өмірімді түбегейлі өзгертетінін. Күйеуім кеткеніне 1 апта болды. Үйдің іші бұрынғыдай емес. Тыныш. Бірақ ол тыныштықтың ішінде сағыныш емес, үйренуге тырысқан үнсіздік бар еді. Таңертең балаларды оятып, таңғы асын дайындаймын. Кішілерім балабақшаға, мектепке шығарып саламын. Үлкен қызым ас үйде маған үнсіз көмектеседі. Кейде маған қарап бірдеңе айтқысы келеді, бірақ айта алмайды. Мен де ештеңе сұрамаймын.
Өйткені әркім бұл қайғыны өз жүрегімен көтеріп жүргенін түсіндім. Күйеуім күнде хабарласатын. Алғашқы күні 17 рет қоңырау шалды. Мен көтермедім. Кейін хабарлама жаза бастады. Балалар қалай? Бірдеңе керек емес пе? Сөйлесейікші. Мен тек балаларға қатысты сұрақтарға ғана жауап беретінмін. Балалар жақсы. Мектепте. Ауырып тұрған жоқ. Басқа ештеңе жазбайтынмын. Бұрын әр хабарламасын күтіп жүретін мен, енді оның атын көргенде ештеңе сезбеймін. Жек көру де жоқ. Сүйіспеншілік те жоқ. Тек үлкен шаршау ғана. Бір күні енем келді. Әдеттегіде қолында ауылдың майы, қаймағы, құрты. Ас үйде үнсіз отырып шай іштік. Ол маған ұзақ қарап отырды. Ренжіп жүрсің. Мен күлімсірегендей болдым. Ренжімегенде қайтемін? Білемін. Апа, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Қой, қызым. Егер мұның бәрін 9 жыл бұрын айтқаныңызда, өмірім басқаша болар ма еді? Енем жауап бермеді. Көзінен жас шығып кетті. Күнде өзімді осы сұрақпен жазалаймын, қызым. Мен оның қолын алғаш рет ұстап, енді өткенді өзгерте алмаймыз. Мені кешіре аласың ба? Ұзақ үнсіз қалдым. Бүгін емес. Мүмкін ертең де емес. Бірақ бір күні кешіремін. Өйткені мен енді ренішпен өмір сүргім келмейді. Енем көз жасын сүртіп, сен өте мықты екенсің. Мен басымды шайқадым. Жоқ, мен жай ғана шаршадым. Сол күні балалар ұйықтағаннан кейін қойманың есігін аштым. Бұрышта баяғы тігін машинам тұр. Жанына отырып, қолымды үстіне қойдым. Осы машинамен алғаш тапқан 100 теңгем есіме түсті. Сол ақшаға жолдасыма шылық алып берген едім. Ол кезде қандай бақытты едім. Көзіме жас келді. Бірақ бұл жолы өткенге емес, алдымдағы өмірге. Мен ноутбугымды ашып, ескі клиенттердің нөмірлерін іздей бастадым. Біріне хабарластым. Екіншісіне жаздым. Сәлеметсіз бе? Егер тігін жұмыстары керек болса, қайтадан тапсырыс қабылдай бастадым. Жауап көп күттірмеді. Малика, сізді көптен іздеп жүредім. Перде тігіп бере аласыз ба? Қызымның ұзату көйлегін сенсеңіз, тек сізге тапсырғым келеді. Бір кештің ішінде 6 тапсырыс жиналды. Мен дәптер алып, бәрін жаза бастадым. Сол сәтте өзімді көп жылдан кейін алғаш рет керек адамдай сезіндім. Бір аптадан кейін үйге көрші қыз келді. Апай, сізге көмекші керек емес пе? Мен күліп, әзірше өзім үлгеремін. Қыз жымиып, бірақ тапсырысыңыз көп қой? Мен ойланып қалдым. Шынында да, соңғы күндері түнімен тігіп жүрмін. Атың кім? Аружан. Тігуді білесің бе? Колледжде оқып жүрмін. Мен бір көйлектің жеңін көрсеттім. Көрейік онда. Жарты сағаттан кейін оның ұқыпты жұмысын көріп таңғалдым. Ертеңнен бастап кел. Ол қуанып кетті. Үйдің бос тұрған бір бөлмесін реттей бастадым. Ескі шкафтарды шығардым. Үлкен үстел қойдым. Екінші тігін машинасын сатып алдым. Қабырғаға ақ тақта іліп, тапсырыстарды жазып қоятын болдым. Балалар мектептен келгенде, «Анашым, мынау не?» деп сұрады. Мен жымиып, «Бұл біздің жаңа бастамамыз». Кенжем мәз болып, «Демек сенің жұмысың бар ма енді?» Мен оны құшағыма алып, «Я, балам. Сен енді бизнес-вумен боласың ба?» Үйдің іші алғаш рет күліп жіберді. Мен де күліп жібердім. Көптен бері шын күлмегенімді сонда ғана байқадым. Сол кеште телефон тағы шырылдады. Күйеуім екен. Бұл жолы мен көтердім. Ол үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана, «Қалайсың?» «Жақсы». «Балалар ше?» «Жақсы». «Саған бірдеңе керек емес пе?» Мен бөлмедегі тігін машиналарына қарап тұрдым. Сосын жай ғана, «Жоқ». «Ақша жіберейін». «Балаларының ақшасын жібер. Одан бас тартпаймын». «Ал өзіне ше?» Мен терең дем алдым. «Өзім табамын».
Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Малика, иә, сен өзгеріп кетіпсің. Мен жай ғана жауап бердім. Жоқ, мен өзімді қайта тауып келемін. Телефонды қойып терезеге қарадым. Көшеде жаңбыр себелеп тұр екен. Бір кезде ойыма бір нәрсе келді. Мен күнделігімді ашып, бірінші бетіне үлкен әріптермен жаздым. Малика тігін шеберханасы. Бұл жай ғана атау емес еді. Бұл менің жаңа өмірімнің алғашқы беті болатын. Малика тігін шеберханасы деген жазуды күнделігімнің бірінші бетіне жазған күннен бастап, мен өзіме бір уәде бердім. Енді ешкімнің көлеңкесінде өмір сүрмеймін. Өзім ішінде өмір сүремін. Араға 2 ай өтті. Үйдің бір бөлмесі кішкентай шеберханаға айналды. Таңертең балаларды шығарып саламын. Шайымды асықпай ішемін. Сосын жұмыс киімімді киіп, шеберханаға кіріп кетемін. Есікті ашқан бойда маталардың иісі келеді. Тігін машинасының дыбысы естіледі. Бір кездері сол дыбыс қосымша табыс болса, енді менің жаңа өмірімнің үніне айналды. Аружан күнде уақытында келеді. Кейін тағы бір қыз жұмыс сұрап келді. Одан кейін тағы бірі. Үшеуіміз күні бойы тапсырыс орындап отырамыз. Кейде кешкі 11-ге дейін жұмыс істейтін күндер болады. Бірақ бұл жолғы шаршау бұрынғыдай емес. Бұрын мен отбасы үшін шаршайтынмын. Қазір өз арманым үшін шаршап жүрмін. Бір күні үлкен қызым шеберханаға кіріп келді. Қолында 2 кесе шай. Анашым, демалып алшы. Мен күліп, әлі біраз жұмыс бар. Ол маған ұзақ қарап тұрды. Бір нәрсе айтсам бола ма? Әрине. Бұрын сен үнемі әкемді күтетін едің. Мен үнсіз қалдым. Кешкі ас дайын болған соң да телефонға қарай беретінсің. Қазір байқасам, сен оны күтпейсің. Мен жай ғана жымидым. Себебі күтудің мәні қалмады, қызым. Ол қасыма келіп құшақтады. Мен сенімен мақтанамын. Осы бір ауыз сөзді естігенде көзіме жас келді. Менің еңбегімді бірінші болып балаларым бағалады. Күйеуім балаларға келіп кетіп тұратын. Есіктен кірген сайын бұрынғыдай еркін жүрмейді. Өзін қонақ сияқты ұстайды. Балалармен сөйлеседі. Кішілерін саябаққа апарады. Кешке қайта кетеді. Бір күні ол ас үйде маған жалғыз қалды. Сөйлесек бола ма? Мен жұмыстан баса алмай, айта бер. Саған қарап таңғаламын. Неге? Сен мүлде басқа адам болып кетіпсің. Мен инемді үстелге қойдым. Жоқ, осы уақытқа дейін сен көрмеген Малика осы болатын. Ол үнсіз қалды. Мен сені үйде ғана бақытты деп ойлайтынмын. Мен де солай ойладым. Ал қазір түсіндім. Нені? Әйелдің өмірі тек ас үй мен кір жуатын бөлмеден тұрмау керек екенін. Ол ауыр күрсінді. Мен саған көп нәрсені кеш түсіндірдім. Жоқ, мен басымды шайқадым. Сен ештеңе түсіндірген жоқсың. Өмірдің өзі түсіндірді. Сол күні кешке енем келді. Шеберхананы аралап шықты. Қыздардың жұмысын көрді. Қабырғадағы тапсырыс қағаздарына ұзақ қарап тұрды. Мынау бәрі тапсырыс па? Я, апа. Үлгеріп жатырсыңдар ма? Кейде үлгермейміз. Енемнің жүзіне алғаш рет мақтаныш ұялағанын байқадым. Әкең тірі болғанда сені көріп қатты қуанар еді. Мен күліп, әлі бастамасы ғана. Ол менің қолымды қысып, сен өзімді қайта тігіп жатырсың, қызым. Бұл сөз жүрегіме жылы тиді. Кешке балалармен бірге кешкі ас ішіп отырғанбыз. Кенжем кенет. Анашым? Я? Әкем енді бізбен тұрмай ма? Үстелдің басы бірден тынышталып қалды. Үлкендері де маған қарап қалды. Мен балалардың бәріне көз жүгірттім. Осы сұрақтан қашып жүре беруге болмайтынын түсіндім. Балалар, әкелерің сендердің әкелерің болып қала береді. Бірақ мен бір сәт тоқтап қалдым. Кейде үлкен адамдардың өмірінде өте қиын шешімдер болады. Біз ажырасып кеттік пе? Бұл сұрақты үлкен қызым қойды. Мен терең дем алдым. Жоқ. Әзірге ешқандай шешім қабылдаған жоқпыз. Онда неге бөлек тұрады?
Мен жымиып жауап бердім. Өйткені кейде адам өз қатесінің салдарын өзі түсініп, өзі көтеруі керек. Балалар үндемей бас изеді. Мен олардың әкелеріне деген құрметін сындырғым келмеді. Өйткені қандай жағдай болса да, ол олардың әкесі. Ал олардың жүрегіне әкесіне деген өшпенділік салғым келмеді. Сол түні бәрі ұйықтаған соң шеберханаға кірдім. Үстелдің үстінде жаңа тапсырыстар жатыр. Телефонымда клиенттердің алғыс хаттары. Бір әйел: "Сіздің қолыңыздан шыққан көйлекпен қызымды ұзаттым. Рахмет сізге", деп жазыпты. Мен күлімсіреп телефонды қойдым. Сол сәтте өзіме: мен біреудің әйелі болғаным үшін ғана емес, өз еңбегім үшін де бағаланатын әйел екенмін, деп сыбырладым. Және осы сөзді айтқанда, ішімдегі көттен бері қатып тұрған ауыр мұздың еріп келе жатқанын сездім. 6 ай өте шықты. Кейде уақыт ештеңені емдемейтін сияқты көрінеді. Бірақ кейін байқасаң, ол жараны жаппаса да, адамды сол жарамен өмір сүруге үйретеді екен. Мен де үйрендім. Таңертең тұрып балаларды оятуға, жұмысқа кірісуге, кешке бірге шай ішуге, ең бастысы ешкімді күтпеуге. Шеберханам бұрынғыдан да кеңейді. 3 тігін машинасы 5-ке жетті. Аружаннан бөлек тағы 2 келіншек жұмысқа тұрды. Бірі жолдасы жұмыссыз қалып, иін асырау үшін келген жас ана. Екіншісі көп жылдан кейін қайта еңбекке араласқысы келген 40 жастағы әйел. Олардың жүзіндегі үмітті көрген сайын, өзімді бірнеше ай бұрынғы қалпымдан көретінмін. Біз тек көйлек тікпедік. Біз өзімізге деген сенімді қайта тігіп жатқанда едік. Бір күні түсте күйеуім келді. Есікті үлкен ұлым ашты. "Әке, кіріңіз." Даусында бұрынғыдай реніш жоқ. Бірақ баяғы жақындық та жоқ еді. Күйеуім шеберхана жаққа қарап ұзақ тұрды. Осынша үлкейіп кетіпті. Мен тапсырыс жазып отыр едім. "Иә, құтты болсын." "Рахмет." Тағы үнсіздік. Ол баяу ғана: "Біраз сөйлесек бола ма?" Мен қыздарға: 10 минут демалып келіңдер дедім. Олар сыртқа шыққан соң біз екеуміз ғана қалдық. "Малика?" "Тыңдап тұрмын." Мен соңғы айларда көп ойландым. Мен үндемедім. Бұрын мен бәрін бақылап тұрмын деп ойлайтынмын. 2 үйге де үлгеремін деп сендім. Бірақ шын мәнінде 2 отбасыма да әділетсіздік жасағанымды кеш түсіндім. Мен оған қарадым. Алғаш рет оның да қатты шаршағанын байқадым. Шашына ақ түсе бастапты. Көзінің астында әжім көбейген. Бірақ бұл менің жүрегімді бұрынғыдай елжіретпеді. "Мені кешірші." Ол осы сөзді алғаш рет шын жүрегімен айтқандай болды. Мен терезеге қарап тұрдым. Сыртта 2 кішкентай қыз күліп ойнап жүр екен. Бір сәт өз қыздарымды есіме алдым. Сосын баяу ғана сөйледім. "Мен сені кешірдім." Ол басын көтеріп маған қарады. Көзінде үміт пайда болды. Бірақ сол бір сөзден кейін оның жүзі қайта өзгерді. Кешіру деген бәрін ұмыту емес. Мен саған жамандық тілемеймін. Саған деген өшпенділігім де жоқ. Бірақ бұрынғы өмірге қайта оралғым келмейді. Ол үнсіз отыр. Мен сөзімді жалғастырдым. "Сен 9 жыл бойы менің орныма шешім қабылдадың. Қалай?" "Шындықты жасырып. Маған таңдау қалдырмадың. Ал енді таңдау менде." Үйдің іші тым-тырыс болды. Мен өзімді қайта таптым. Осыдан айырылғым келмейді. Ол басын төмен түсірді. "Демек, бәрі бітті ме?" Мен біраз ойланып қалдым. "Жоқ. Онда бәрі өзгерді." Кешке үлкен ұлым шеберханаға кірді. "Анашым?" "Иә?" "Бүгін әкемен сөйлестім. Мен жұмыстан басымды көтердім." "Не деді?" "Анаңды ренжітпеңдер. Ол сендер үшін бәрінен көп еңбек етті" деді. Мен үнсіз қалдым. Ұлым жымиып. Мен оған бір нәрсе айттым. "Не?" "Біз оны бұрыннан жақсы көретінбіз. Бірақ енді оны бұрынғыдан да қатты құрметтейміз" дедім. Көзімнен еріксіз жас шығып кетті. Бұл жолы мұңнан емес. Балаларымды дұрыс тәрбиелегеніме деген қуаныштан еді. Сол кеште күнделігімді аштым. Бірінші бетінде баяғы жазу тұр.
Малика тігін шеберханасы. Оның астына тағы бір сөйлем қостым. Әйелдің бақыты бір адамға ғана байланып қалмауы керек. Ең алдымен, ол өзін жоғалтпауы керек. Қаламды жауып, жарықты өшірдім. Сол түні мен көптен бері алғаш рет жүрегім тыныш ұйықтадым. Өйткені мен енді біреудің өтірігімен емес, өзімнің шындығыммен өмір сүріп жүрген едім.